Бұл менің туннелім. Мен оны көптен бері қазып келе жатырмын. Бірақ бір тұрлықты жақсы катакомба тапқан емеспін. Алға қарай жүре бер. Мен жарықтап барамын. Стив, нан қара, сен мұны көруің керек. Вау! Қара, ана жерде алмаздар бар екен. Ой-я! Қаз! Жоқ! Вау, картоп жардың достым. Бетіме факел қаратсап. Оны байқамай қалыппын. Жақсы, жалғастырамыз. Алмаздар бізге өте керек, бірақ ол жерде құбыжықтар көп. Мен ояққа қарусыз және сауытсыз бармаймын. Келсем, үйінде қару жарақтар бар ма? Менің қылышым сынық болды, бірақ менде ескі сауыт бар. Бірақ ол біреу. Менің ойымша жаңа сауыт істеу үшін жаңа материалдар бар менде. Ендеше кеттік. Мінеки, бұл сенікі. О, жылы бас киім. Мұны да киіп ал. Ал мұнаны сен Версакқа апарай бер, мен апарам. Кирка. Темір. Скальпель. Не? Ойнамайтан берді, дайын қылышымды алда кеттік. Болдым тағы. Қазір мен оны жоқ керек емес. Бұл неге та? Шошқалар кезінде жылқыларды ауыстырған дейді. Седлоны алда, алға жүре бер. Бірінші тесіп тұр мұндайды. Ал егер осаға маңыз болса, үйге өзің апар. Ей, мұнда кел, сүйкімді шошқа. Ей, болса жетез. Олар бізді байқамай тұрғанда өтіріп тастасақ қалай болар екен? Бірақ қалайша? Тездетіп, суға секіріп, оларды өлтіріп тастаймыз. Жаман емес, бірақ мен қорқып тұрмын. Уайымдама қой, бізде қолымызда қылыш бар ешпен. Орынға қасына мен бірінші барамын. Жарайды. Не істеп жатсың тағы да? Біздің халқымызда өзіміздің құдайымыз бар. Ночь. Ол бізге сәттілік әкеледі. Жақсы. Қалай жалбарыну керек енді? Жақсы. О, құдайым Ночь, бізге сәттілік әкел, өтінем сенен. Жақсы, мен дайынмын. Мен де. Ал мен кеттім.